Ойнастың ойраны. Нұркен таңды кірпік ілмей атырды. Неге екені белгісіз, көз алдына Лағылдың жасқа шыланған шаралы жанары, кемсеңдеген ерні елестей берді. Жүрегі атша тулап, бойын үрей билеген. Жаны құлазып, тымағын ащы запыран буды. Келесі мезетте, мамықтай жұмсақ төсекте өзімен қатар жатқан Жанардың ұйқысыраған даусы құлағына шалынғанда, бойын тез жейді. Өзінің бір сәттік әлсіздігін сылқым келіншегі байқап қойғандай, Нұркеннің маңдайынан шып-шып тер шықты. Еппен басып ауладағы сәнді өрнектелген орындыққа жайғасып, кеудесін кере тыныстады. Таңғы таза ауамен мөлдіреп тұр. Ат шаптырым ауланың ішіндегі мәуесі араныңды ашқан алуан жеміс ағаштары, иісі танауыңды қыттықтаған әсем гүлдер, самалмен тербелген саялы талдар, жиектерден сылдырай аққан аяқ су, дәл ортадағы жаңа көтерілген таң шапағымен сан құбылған субұрқақ, маңайдағы үйлерден еңсесі биік зәулім коттеджі, бәрі жанына жат сезілді. Бұған дейін мақтаныш лебін себетін жоғарыдағы көрініс бұл жолы алаңдаған көңілін жұбата алмады. Міне қызық, тағы да Лағылдың бейнесі еріксіз ойына оралып, егіз ұлдары Берік пен Серік таласа тармаса мойнына асылғандай, қарт анасы Рахия өзін еркелете маңдайынан өпкендей күй кешті. Кенет қалта телефонына қоңырау соғылды. Нұркеннің тұла бойы суық ұрғандай қалтырап кетті. Жұбайы нақтысы бірінші әйелі Лағыл екен. Астапыралла, аманшылық болғай. Нұркен орнынан қалайша ұшып тұрғанын аңғармай да қалды. Дірілдеген саусақтарымен ұялы телефонды зорға көтеріп құлағына апарды. Дауысы да біртүрлі бәсең естілді. Алло, Лағыл, тұтқанның арғы жағындағы Лағыл егіле жылап ақ әжесінің. Лағыл өзінің енесі Нұркеннің анасы Рахияны осылай атаушы еді. Ауыр сырқатқа шалдыққанын, күні санаулы екенін, анасының бұл жағдайды Нұркенге айтпауды, тіпті өзі дүниеден өткенде де ұлына хабар бермеуді тапсырғанын, енесіне білдірмей қоңырау соғып тұрғанын булыға жеткізіп, телефонды қоя салды. Нұркен мең-зең қалпынан ұзақ уақытқа дейін арыла алмады. Қайран апатайым-ай, шынымен де соңғы сағатыңның жеткені ме? Анашым-ау, жалғызыңды расымен кешірмегенің бе? Құлыным, өмірімнің мәні де, ажары да сенсің. Нұркентайым, сенің жолыңа жаным құрбан.